Кайырлы күн, Назар FM тыңдаушылары. Бүгінгі біздің тақырыбымыз неге олар киелі уақытқа дейін күте алмайды. Махаббат адамдар ойлағандай оңай және қарапайым нәрсе емес. Махаббат ер адам мен әйел адамның бір-біріне қатты жабысып, өзара жақындастыратын қуанулары ғана емес, ол махаббат емес, ол некедегі өмір. Менің ойымша, жұптар некеге дейін белсенді түрде бір-бірінің жан дүниесі мен ой санасын зерттеулері қажет. Және екеуі де болашақтағы ортағы әрі тәжірибелі болулары терең ойлануы керек. Ғашық болу тек осы сезімнен ләззат алу емес. Жоқ, сіз міндетті түрде өзіңіздің шектен шықпауыңызды қадағалауыңыз керек. Сонымен қатар өз қарым-қатынасыңызда саналы түрде қуанышқа кенелуіңіз керек. Дегенмен өкінішке орай қазіргі қоғамда пәктікті сақтайтын жұптардың пайызы бүгінгі таңда өте аз. Және кейбіреулері бір-бірінің жетерліктей білмей жатып некеге тұруға мәжбүр. Себебі олар некеге дейін жақындасып, қыздың аяғы ауыр болып қалған. Осындай жағдай өте жиі кездеседі. Біздің жыныстық жүріс-тұрысымыз біздің өмірімізді кім басқаратынын көрсетеді. Біз өз жолымызды өзіміз таңдаймыз. Бірақ әр жолдың құтыла алмайтын салдары бар. Өмір жолдары өте қауіпті. Бірақ Құдай бізді сүйетіні соншалықты. Ол жол бойында сақтандыратын белгілі қойып қойған. Азғындыққа салынба деп айтады, неке адалдығын сақта. Біздің бұл ережелерге бағынуымызға міндетті емес, бірақ міндетті түрде соның салдарымен өмір сүреміз. Шамамен 20-30 жыл бұрын некеге дейінгі жыныстық қатынаста күнәһар әрекет деп санайтын. Ата-аналар, мұғалімдер, қоғамның беделді адамдары былай деп айтатын. Некеге дейінгі жыныстық қатынас ол күнә, олай істемеңдер деп жиі айтатын. Бірақ қазір егер біреу пәкпін десе, ешкіммен жыныстық қатынаста болған жоқпын десе, адамдар оны мазақ қылып келекелеп кететіні анық. Батыстан келетін кинолардың барлығында жаңа ғана танысқан қыз бен жігіттің арасындағы жыныстық қатынасты көрсетеді. Некеге дейін жыныстық қатынасқа түсу немесе бірге тұру Америкада ғана емес, бүкіл дүние жүзінде әдеттегі жағдай болып кетті. Бұқаралық ақпарат құралдары некеге дейінгі жыныстық қатынасты күнә деп санамайды. Олар оны жай қабылдайды, кешірілетін қателік деп есептейді, тіпті оны қолдап та қояды. Кейбір жастар өз сезімдерін салмақпен қарайды, бірақ әрбір келесі себептерден некеге дейінгі жыныстық қатынасқа түседі. Қандай салдармен, қандай нәрселер оларды итермелейді? Ең бірінші ол қызығушылық, олардың қызығушылықтары. Олар мұның шын мәнінде не екенін білгісі келеді. Олар жыныстық қатынас туралы әндерден көп естиді, кітаптардан, журналдардан оқиды, телебағдарламалар мен кинолардан да көреді. Енді олар мұны өзінің сүйіктісімен істеп көргісі келеді. Екінші нәрсе, тым ерте кездесе бастайды. Жалпы алғанда, статистика бойынша 12 жастан асқан қыздар немесе жігіттер, ұл балалар ерте кездесуді бастаған кезде бұлардың арасында 91% пәктікті жоғалтады. Мектеп бітіргенге дейін немесе оған дейінгі жыныстық қатынасқа түскен 13 жастан бастап кездесе бастаған арасында 56%. 14 жастан бастап жыныстық қарым-қатынасқа түскендердің көбісі 40%. Ал 16 жастан бастап жыныстық қарым-қатынасқа барғандардың ішінде тек 20% ғана екен. Яғни бұл статистика не көрсетеді? Жылдан жылға жастардың жыныстық қатынасқа бару салдары ерте оянып жатқандығын көрсетеді.
Бұндай қыз бала жігітпен ерте кездесе бастаса, некеге дейінгі жыныстық қатынасқа түсу қаупі жоғары екенін анықталды осы арқылы. Неге? Кездесулер ғашықтықтарға қарқынды тәндік жанасуына және жақындастық сезімге ие болуға мүмкіндік береді. Олар әлі жетілмеген және сезімдері қозған кезде өздерін бақылай алмайды, немесе досының әдепсіз өтінішінен бас тартуды білмейді. Әрине, жыныстық қатынас арқылы жігіттер мен тіпті еркектерге өздерінің ажарлығын дәлелдегісі келетін қыздар да бар. Кейбір жыныстық қарым-қатынас бұл арақтың немесе есірткінің әсерінен болып жатады. Қазақстанда кез келген той-томалақ, туған күн кештері, неке қию тойлары адамдар қонақтардың арақ шараппен құрметтейді. Есірткі де дәл солай оңай табуға болады. Көптеген адамдар оларда достары шақырылғандықтан осы нәрселерді қолданғаннан кейін не болады деп ойланбайды. Арақ пен есірткінің әсерінен адамдар сау кезінде ешқандай істемейтін қылықтарды осы кезде істейтін болады. Яғни батыс мәдениетінің әсері де аз емес. Егер саған ұзақ ұнаса, жай ғана соны істе деген. Дәстүрлі қазақтар әйел затына тікелей қарауға ыңғайсызданып, әсіресе үйленбегендерге. Дегенмен тәуелсіздікке ие болғаннан кейін бастың идеологиялық философиясы, әндері, кинолары тағы басқа арқылы біздің мәдениетіміздің біртіндеп еніп жатыр. Осындай әсердің салдарынан жыныстық қатынас жақсы нәрсе болып саналды. Яғни жыныстық қарым-қатынас ол құны жоқ ойын, яғни аса маңызды емес, сондықтан неге істеп көруге болмасқа деген нәрсе қалыптасып кеткен. Мен жас қыз жігіттерді пәктікке шақырамын. Яғни жыныстық қарым-қатынас бұл біз некеге тұрғанға дейінгі соған күтуге тұрарлық нәрсе екенін, сол киелі күнге дейін күту маңыздылығын айтқым келеді. Бүгінгі осы тақырыпты қорыта келе айтқым келетіні, әлі үйленбеген қыз жігіттерді пәктікке шақырамын. Яғни жыныстық қарым-қатынас бұл некеде болатын нәрсе. Яғни сол киелі күнді күтіп, сол күннен яғни бата алып әке-шешеден некеге тұрғаннан кейін ғана жыныстық қарым-қатынасқа бару ең дұрыс жол деп айта аламын.